Ашамыз. Мәссаған. Здравствуйте. Здравствуйте. А у вас пельмени есть? Түрлерін қараңдаршы, достар, қандай шынайы да? Доброе утро, уважаемый. О, Боря! Как дела? О! Добрый вечер, мент вишневый. Ассаламу Добрый алейкум. вечер. Одну пачку. А неправильно. Надо отвечать доброе утро. У нас Болды, жо, достар, қазір. имя и Коррупция. фамилию. Коррупция ватка, достар. Болды, штраф па? Зоренко. Размена не будет дейтін ойынды ойнайтын боламыз. Барлығына сәлем, достар. Сен бірге мен Нұрлан қалам. Иә, достар, бүгін біз жаңа қызықты ойынды ойнайтын боламыз. Жаңа өте атмосферный бір ойынды ойнайтын боламыз. Сразу, достар, лайктарыңызды басып қойыңыздар, шайларыңызды ақ келіңіздер. Бүгінгі ойын өте қызықты болады, достар. Сіздерге сөз берем, бүгінгі ойын шынымен де қызықты болады. Сол себепті соңына дейін көріңіздер. Ал біз қазір жаңа ойынды бастаймыз. Достар, мен дауысыма мән бермеңіздер, тамағым ауырып тұр кішкене. Кеттік ал, достар. Көрейікші ал. Осы ойын, достар, TikTok'та кәдімгідей хит болып жатты. Соңғы кезде білмей әйтеуір TikTok'қа бәрі салып кетті. Маған да қызықты болып көрінді. Сол себепті ойнап көрейік ал. Steam'да бұл ойын тегін. Кез келген жаза алсаңыздар болады. Ал не мынау? Айтпақшы, бұл достар орыстардың ойыны, орыс разработчиктардың жасаған ойындары. Мына даже көшеден де түсініп отқан шығарсыздар. Машиня. Так. Окей, ладно. Хрущевкалар, достар. Темекіні ал. Затяг алып жібердік. Енді, достар, бұл демо. Яғни бұл ойынның толық нұсқасы шыққан жоқ, әлі келесі жыл шығады. Ойын басталды, достар. Біз дейтін осындай бір видті көріп отырмыз. Бұл дейтін кәдімгі, Қазақстан, Россия, біздің СНГ елдер ғой, достар. Мынандай бір хрущевкалар, мынандай көшелер барлығыңызға таныс деп ойлаймын. Қазақстанда да осындай үйлер өте көп. Бұл тек қана біздің осы ТМД елдерінің постройкілері ғой, короче. Кеттік ал. Ал, опа. Қайдамын мен, достар? Мен қайда өтіріліп кеттім? Достар, мен балконда сияқтымын ғой да? Мен балкондамын. Ал, терезені жабамыз па, не істейміз ал? Так, чайник дейтін дайын болды дейді ал. Ашамыз ал. Опа. Аштық. Жаптық. Прикольно. Әзірше маған отыр, достар. Так, советский үй, достар. Советский үй. Нешінші жыл екен, достар? Нешінші жылдарда ойнап отырық біз? Қазір көру керек. Телевизор тұр. Смарт телевизор тұр. Бұл соған қарағанда жақында болған оқиға. Қатты алыста емес. Ноутбук тұр. Жоқ, достар, 2000 жылдары, 2010, бәлкім 2015. Бәлкім қазіргі жылдар шығар. Қайдан білеміз? Старая коробка из-под телека. Так и не выкинули все эти коробки. Давно пора дейді. Окей, коробка, портрет. Картина с девушкой. Когда я был маленький, я думал, что это мама нарисована. Только позже я узнал, что это знаменитая картинка. Так, мында бір сурет тұр дейді. Мында коробка. Енді ноутбукты көреміз па? Старый письменный стол. Этот стол отец собрал, скорее всего, еще до моего рождения. Одна из конструктивных особенностей — хрен поставишь нормальный монитор, но с ноутбуком посидеть можно. Алтай дейді ноутбук қараңыздар. Мышка. Өте керемет, достар, вайбовый ойындардың бірі, достар. Так что жақсы етіп тұр, достар, жайғасып алып бүгінгі видеоны көреміз. Картина мегаполиса. Ал үйді зерттеп жатырмыз. Үйдегі инвентарларды, инвентар деп ғой, үйдегі заттарды қарап жатырмыз. Шкаф. Әкеміз бізбен бірге болған кезде ата екеуі осы мебельді құрастырған дейді. Иногда мне жаль, что меня никто не научил быть мастером на все руки. Яғни бізді үйретпеген ондай нәрсеге де. Жақсы, соған өкінішті дейді үйретпегеніне. Но дейтін ванна. Достар, кәдімгі вайп сезіліп тұр. Холодильник. Мен өте кішкентай болдым дейді бұл холодильникті сатып алған кезде. Сол кезде маған бұл холодильник үлкен болып көрінетін. Бірақ қазір енді өскеннен кейін холодильник кішкентай болып қойған сияқты ғой да. Так, туалет, достар, туалет. Мына жақ ванна. Мына жақ шкафчик. А мына жақта не бар? Мына жақты көрейікші ал. Стол. Новый письменный стол. Этот стол нам уже мама купила. Он занимает не так много места, и можно было компьютер поставить тесновато, но и комната не супер большая. Тағы да бір бөлме. Соған қарағанда стол, книжка. Мына қарағанда, достар, ВЧС жатыр, қарағанда, видик. Мое кресло-кровать. Эти кресло-кровати мама купила нам. Базар жоқ, достар, қараңыздар. Мына кроличья клетка дейді. Мында, достар, қоян ұстаған сияқты да. Базар жоқ, достар, бөлмелерді көріп жатыр. Қалаға шығалам ба мен? Қалаға әзірше шыға алмаймын. Жақсы, мына жаққа қарай қал, кухняға кетіп батырым ба?
Все, кухня келдім. Чайнигіміз қайнады. Чайникті аламыз. Ал шай ішеміз па не? Че там, достар? Кім шай ішіп жатыр, достар? Ал, чай құямыз. А че не? Просто су ішесің ба не? Не қайда? Сүт қайда? Не қайда? Айналдырамыз ал. Не бар тағы да? Ал, бара жатырмыз ал. Отырамыз. Опа. О, ішеміз. Менде, достар, чай жоқ, бірақ менде шалам алпа. Но біздің телефон сияқты ғой да? Дружба дейді. Ал, кіреміз ал. Мынау типа Инстаграм, да, местный. Типа Инстаграмда отырым. Или ВКонтакте ману. Қайсын ол. Ал, давайте посттарды оқиқшы ал, қызық қылып тұрма. Тебе все это приснилось, просыпайся. Ты задремал в гостях у бабушки. Сейчас она разогреет тебе самого вкусного в мире борща, а потом напоит сладким чаем с печеньками, и ты пойдешь домой. Базар жоқ. Мысықтар, очень суровый. Кажется, будет серьезный разговор. Так, вот ты какой, Арарат. Қырық лайк, достар. Қайсында ең көп лайк? Мынадағы ең көп лайк сияқты 621 лайк екен. Астына түсеміз, Ноня. Делаю супер мега хит моей мечты. Как вам локация? Мәссаған, достар. Қызық екен на ойын, реально, достар. Так, в дружба кірдім. Қайда кіру керек маған? Пролистать ленту новостей дейді. Жаңалықтардың бәрін көріп шығу керек па маған? Тикток қарап атырым. Тикток бар ма мында? Мен тикток қарауға қарсы емеспін. Пикпок дейді. О, міне достар, аналог тиктоктың. Пикпок деп қойған мында. Дружба қайтан кіреміз ал. На этом все дейді. Болды все. Болды ма? Че, тиктокқа кірмейміз па не? Тикток қарамаймыз па не? Блин, тикток қарамай қалай ол? Мүмкін емес қой, достар, тикток қарау керек қой. Отырып алып, видео қарау керексің. Уақыт болса кетіру керек қой. Шай ішеміз. Ладно, пора топать понемногу. Бір жаққа бару керек дейді бізге. Қайда барамыз сонда? Жұмысқа? Пойти начать смену в киоске. Біз магазинде жұмыс жасаймыз да сонда. Цветок, не помню, поливал ли цветы на этой неделе. Ладно, после смены полю еще раз, на всякий случай. Достар, бұл неше сағат? 6:30 болып отты ма? Неше отты? Мен көрмей қалдым дұрыс. Короче, бұл таң атпай да. Короче, таң да бұл. Бізге жұмысқа бару керек па? Үйде еше жоқ, достар, андай информациялар оққан ешқандай мағынасы жоқ деп ойлаймын. Кеттік жұмысқа барайық. Смена, киоскқа барамыз. Жұмыс жасаймыз, достар. Бізді жұмыс күтіп жатыр, ақша табу керек. Біз өзіміз тұрамыз па сонда? Пойти начать смену в киоске. Так, подъездға шығамыз, достар. Мынандай қап-қара подъездарды көрдіңіздер ме, достар? Счастье не за горами, ана в горах. Мен, достар, өз басым жүрейде тұрдым, сол себепті мынандай вайпты мен аса түсіне білмеймін, бірақ менің жақындарымның кейбіреулері осындай үйлерде тұрды, достар. Осындай подъезддарда тұрды. Кейбір достарым, класстастарым тұрды. Я собираюсь жить вечно, и пока у меня получается. Бірақ осы 2 жыл жалпы тұрып көргенмін осындай үйде. Алматыға көшіп келгенде примерно осындай хрущевкада тұрдық. Сол себепті жалпы мен примерно түсінем мынандай вайпты. Примерно түсінем. Так, осторожно, тут обитают люди. Ничего не бойся дейді. Менде бір жазулар обязательно жазып кету керек қой, осындай жарды бәрін бұзып кету керек қой. Я больше не люблю тебя дейді. Мәссаған, кім біреудің махаббаттары болып отыр мына жерде. Не жаздал? Тут был осуждаю. Жоқ, нормально. Тут был Обама, Трамп, Байден, Трамп. Жоқ, достар, жаңа кездер, жаңа заман. Не пытайтесь покинуть свой внутренний краснополь дейді. Но, достар, жаңа заман бұл. Ескі заман емес екен, Байден дейтін нешінші жылдары сайланды президентке. Короче, достар, қазіргі уақыттар, я. Ескі бұрынғы 90-шы жылдар емес, 2000-шы жылдар емес, 2010-шы жылдар емес, 2025-26 шығар сол. Далаға шықтық. Қыс дейсің де кәдімгі. Осы Россияда білесіздер ме? Қыс дейтін кәдімгідей. Қыс дейтін көбінесе Россиямен ассоциация да, көбінесе байқайсыздар ма? Осы американецтер орыстарды ойлаған кезде көбіне осындай қыс локацияларды елестетеді. Россия шынымен де салқын ғой енді. Так, бізде салқын бұл Астана. Қайда дұрыс бара жатырмын ба? Киоск қайда ол? Мәссаған, қараңдаршы, үйдің іштерін толтырып тастаған да. Вайп имеется, достар.
Ларек, скамейка. Тут часто сидела Нина Ивановна, бабушка Андрея, когда мы с ним гуляли. Она за нами присматривала с этой скамейкой. Давно ее не видел, кстати. Қайтыс болған бар уже деп па, мен көтсен. Кеттік ал. Жүре береміз. Дұрыс бара жатырмын ба мен? Машиналар, достар, жаңадан жасалған қараңдар. Чанган ба, не мынау? Короче, соған қарағанда, иә, бағанада айтқанымдай, жаңа заман бұл, ескі заман емес. Опа, мында бір стример тұратын сияқты ғой, қараңдар. Терезесінде фиолетовый. Менікі де сондай болып тұрады, кстати. Так, сугробы дейді. Йо, мынандай қыс дейтін. Мынандай вайп ұнай ма, достар, сіздерге? Білмеймін, маған шыны керек қатты ұнайды деп айта алмайын, кішкене депрессивный ло мынандай вайптар. Мен андай, білмеймін, маған ұнамайды негізі. Астына ұнамайды демек қойын, қатты ондай кайф алмаймын. Біреулер кайф алады осындай вайптан. Балалық шағын еске түсіреді, тағы басқа. Бірақ білмеймін, мен үшін депрессивный сияқты мынандай вайп. О, автобус! Автобус! Күттіңіздер мені! Автобусға отырамыз ба? Қайда пойти начать смену в киоске. Тоқта, киоск осы ма? Осы сияқты киоск, достар. О, міне осы ғой. Так, бакелай, выпечка, вода, хлеб, молоко, табак, пиво, соки, дв дейді. Осы шығар да мен жұмысым. Осы болу керек. Осы ғой, достар. Давайте кірмей тұрып, давайте көріп шайықшы. Есік алдын. Не бар мұнда? Жүре бере алам ба әрі қарай? Ойынды жақсы жасаған, достар. Айтқанымдай орыстар жасады ойынды. Орыстардың ойыны. Орыс разработчиктарымен жасалған. Безопасность объекта обеспечивает охрана предприятия дейді. Ал. Крем сал. Киоскке. Сейчас шаверма киоск болады, достар. Аномалиялар кездеседі дейсің де, ойнап айтам. Бұл хоррор емес. Надо прибраться, пока никого нет. Жинастыру керек, лас болып отыр дейді барлығы. Бұл, достар, шаверма киоск емес, ешқандай аномалияларды не істемейміз, шаверма жасамаймыз. Бұл қарапайым ойын сияқты, мұнда хоррор емес, короче, бұл ешқандай. Тазалау керек дейді, слегка прибраться. Қалай тазалаймын оны? Бір-бірлеп жинеймін ба не сонда? Қайда жинеймін оларды? Қайда, мусор бар ма мұнда? Так, тоқта, мен ұстау керек, бросить дейді. Мен саған ұстадым. Че, мусор? Ойбай, иіссіп отыр бұл. О, вот и работяги. Работяга дейді. Опа. Ашамыз. Мен саған. Здравствуйте. Здравствуйте. А у вас пельмени есть? Да вроде есть. Сейчас посмотрю. Пельмени сұрап жатыр, достар. Түрлерін қараңдар, достар, қандай шынайы да. Кстати, достар, осы ойынды осы үшін хит болып кетті, осы ойын. Осы кейіпкерлердің түрі үшін. Қарашы кәдімгі шынайы. Короче, мен пример түсініп тұрмын бұрын қалай жасаған адам, разработчиктар. Шынайы адамды видеоға түсіріп, отцифровать етіп, короче, сөйтіп жасаған ғой. Негізі 2D модель сияқты, 3D емес сияқты даже. Әдемі жасаған негізі, күшті креативный подход негізі. Так, маған пельмени сұрады ма? О не? Бросить дейді. Тоқта мен. Опа, тоқта салып қой. Пельмени, осы ғой пельмени. Пельмени қоямыз, и чё? Пожалуйста. Түрлерін қараңдаршы. Так, еще хлеба надо и тушенки, банку. Тушенка бұл. Түрлерін қараңдаршы, шынайы адам сияқты ғой кәдімгі. Окей, тушенка дейді маған. Тушенка, хлеб. Морозильникті жабамыз. Хлеб қайда? Хлеб бар ма бізде мұнда? Бар ма хлеб? Қайда хлеб? Нан қайда нан? Міне тұр нан. Міне таптым. Бір нан аламыз. Так, қоямыз. Тушенка дейді. Тушенка қайда бізде, достар? Тушенка. Так, міне осы емес пе? Қандай? Мынандай ма? Кофейня. Тау керек. Так, говядина. Осы шығарды? Сырный етімен тушенка. Ал? А дайте еще печенье шоколадного. Братан, сразу айтпайсың бәрін. Уақыт. Так, печенье деймін, айт. Печенье надо дейді. Қандай печенье деді? Түсінбедім. Мынау ма? Любимые дейтін ба? Осы шығарды? Мә. Болды ма? Спасибо. Рахмет дейді. Опа. Емагам, кино отырған ну. Слушайте, муки еще надо. Не, братан, потеря олып жүрсің. Муки дейді, достар. Ұн сұрап жатыр бізден. Ұн бар ма бізде? Біздің магазинде, по сути, біздің магазиніміз кішкентай екен ғой, андай. Реально киоск қой, ну.
ең керекті заттар бар ғой, короче, біздің магазинде тек қана андай артық нәрсе жоқ сияқты. Тек керек нәрселер. Мә, ұнды ал. Все, братан, давай. Болды ма, ақша давай. Сколько получилось? Қанша шықты дейді? 899. 819 рубль. О, Бар ма ақша? дайте еще жвачку по рублю. Да, конечно. Так, жвачка дейді. Жвачка дейтін қайсы ол сонда? Нал дейді, бубль дейді. Бубль дегенді беру керек бізге, достар. Бубль. Қайсы ол сонда? Қай жерде ол? Жвачка. Жвачка қайда? Жвачка қайда? Көріп тұрған жоқпын. Жвачка осы кассаның қасында болу керек, негізі де бұл. Қатты алыс жерде болмау керек сияқты, немше. Міне ғой бубль. Осы мә. До конца бүкіл ақшасын құртайын тұрған сияқты ол болды, ә? Тоқта, бубльді алдым ба? Алдым ғой міне. Мә. Болды ма? Вот, порубите. Болды. Ақша берді ал. 900 рубль, достар, 900 рубль. Так, 500... Тоқта, бірінші біз мұнда алайық. Енді... жоқ, біз 100 рубль сдача береміз, болды. Мә. Сдачанызды алыңыз да. Давайте, келесі клиент. Болды? Емаре, ұнап тұр, достар, прикольно жасаған негізі. Спасибо. Всего доброго. Андай, еще актерлар кен өздерін андай. Надо еще пол убрать. Так, полды тазалау керек дейді. Так, венок. О! Міне? Так, қалай жинастырамыз бұны? Тоқта, жинастыру керек па бізге? Қалай жинастырады бұны? Түсінбедім. Тоқта. Міне бұлай ма? Так, пол жауымыз, достар. Сүртіп өттің бәрін. Түсінотқан жоқпын, қалай жұмыс істейтін? Қаранда, достар, бейт тартады кен. Ластың бәрін бір жерге апару керек. Блять. Блять, дейді ол, прикиньте. Бұқтама, брат. Так, бірде шығып отқан сияқты, достар. Опа, нағарандар номенде алып откен ғой. Екінші шаға мен просто алып тайткен ғой. Болды ма? Бәрін алып таған сияқтым. Все, болды. А вот Енді... Антоху за такое пора штрафовать уже начать. Так, енді полды тазалау керек. Мусор қайда салады? Мусор қайда, достар? Мәсән бір үйсі соғып жатыр. Терезе соғып жатыр, ашам сал. Добрый вечер, мистер. Можно мне, пожалуйста, по списку все? Добрый вечер. Давай. По списку дейді. Хлеб, чай, к чаю дейді, рулет. Окей, достар, кішкентай. Бала келіп тұр ал. Чай, хлеб. Так, мәссаған. Так, хлеб, чай и рулет. Окей. Хлеб, чай, рулет. Окей, так. Хлеб бізде бар. Нам бар бізде. Сосын, так, рулет деді. Так, рулет бізде, бар. Сладкий рулет бар. Қоямыз. Түсірмеші ше. Кстати, мусорларды қайда апарады, достар, мен түсінбедім. Мына жерде мусор салатын еш жер жоқ қой бізде. Чайға сосын андай керек. К чаю қайда? Міне. Таптым. Қоям сал. Ал. Все, ал. Давай, щегол. Держи. Ал. Бар ма ақшан? Берді ме? А можно мне еще с вот этих денег пачку сухариков и маленький сок? Угу. Окей, пачка сухарики, маленькая... Достар, реалистично салған ше ойынкам. Ана. Смотри, сока маленького пока нет. Могу тебе банку колы из холодильника достать. Будешь? А сколько она стоит? 64. Давайте. Окей, достар. Кола. Бала бізден кола сұрап тұр. Бар ма бізде кола? Так, осы ғой да. Так, Байкал кола дейді. Так, Байкал кола біреуін қоямыз. Так, сосын бізден ол дейтін сухарикимен бірден сұратты. Так, сухарики бар ма бізде? Бірдене хрум дейді, достар. Хрум. Міне, достар, капитан хрум дейді. Осы ғой. Давай. Болды ма? Бізге, достар, қанша берді ол? Так, 100, 400. Бізге ол... бізге ровный берді ма сонда? Жоқ, 9 рубль қайтару керек біз оған. Тоқтаңыздар, онда біз дейтін, давай, осынан құтқарайық. 5, так, 7, 8, 9. Міне, ровно. Мә, сдача. И твоя сдача. Сдачасын береміз. Спасибо, мистер. Доброй ночи. Давай. Болды, давай. Мистер. Ойын күшті, достар, мағына отыр. Бірақ мусорларды қайда қояды, мен түсінбедім. Мусорларды шығарғың біліп тұр мен кәдімгідей. Лақтырайықшы, мына жерге лақтырып тұрамын онда.
Давайте мусорларды на столға қоя тұрайық онда. Так, кола жатыр ғой мұнда, кола жатыр ғой. Кола жатыр ғой мұнда, коланы кейін ішереміз жақсы өзіміз. Мынандай киоск, достар, мынандай киосктар қанша табады екен? Маған қызық болып тұр, достар. Мынандай киосктар қанша табады екен? Ашамыз ал, келесі кімізде? О, Добрый ата! вечер. Ассалаумағалейкум. Добрый вечер, Семен Петрович. Семен Петрович. Дай-ка мне шоколадку, чтобы Шоколадку. повкуснее была. Ну, то Тәтті болу горькую. керек. Шпротиков в масле и коньячку пузырек. Достар, кішкене нейросетке ұқсайды да? Нейросетке ұқсайды да түрлері. Не керек деді? Отдать продукты покупателю. Так, бізге шоколад сұрады да, шоколад. Так, шоколад бар ма бізде? Түрін қаранды, шыққан қорқынышты ғынан. Яғни, қорқынышты дегенде, шынайы болғасын қорқынышты да, андай. Так, шоколад деді да бізге, шоколад деп жазылып тұру керек сыртында. Обычный шоколад, так, повкуснее деді, әйтеуірі. Ондай бар ма не бізде, повкуснее. Міне осы бар екен. Так, советский шоколад типа. Сосын не сұрап еді? Қазір. Осын сұрады, достар. Так, осыны қоямыз. Келесі сосын шпрот сұрады. Шпроттар осы жерде болу керек. Міне шпрот. Тапты міне шпроттарды. Ал, қоямыз ал. Все, Ну ата. вы и намиксовали. Болды ал. Алыңыз. Что сделал-то? Мгм. Набор у вас, говорю, интересный получился. Ага. Ага, надо же свою старуху иногда побаловать. А то ведь заскучаем здесь совсем. Ну да. Bazıcıqсыр мимикалары, сөйлегендері. Тоже здесь не скучаешь-то? Всю ночь сидеть. Да не особо, Семен Петрович. Нахожу чем заняться. То порисую, то музыку послушаю, то телек посмотрю. Ал. Ну, Все, хотя, ата, давайте, уақыт жоқ. знаете, бывает, конечно, чего греха таить. О! А дед твой здесь совсем не скучал. Никогда. А мы ему с этим помогали тоже. У нас, знаешь, были такие... Болды, ата, Как басталды. это? Оқиғасын айтып кетті. Біздің кезде Ну, карточки такие вот. карточки такие. Я тебе принесу, если найду. Хорошо. Базар жоқ. Маған отыр, вайп бар. Вайп керемет. Ну, только сколько там с меня получается-то? Ема, артына кім мұның? 393. Очередь бізде өз, достар. Бізде очередь, достар, артымызда. Анау уже күтіп атқан шығар, ата қашан етеді деп. Так, что смотри, давай, ата, Каспий пеймен төле салшы деп па? Ондай жоққа атада. Наличка ғой бұларда, наличка. Достар, осы қазір, мне кажется, осы ешкім наличка қолданбайды сияқты, Вот. магазиндерде. Мгм. Бәрі тек Каспиймен төлей салады. 393, так, аламыз. Опа, 7 рубль сдача. Так, онда бітеміз. Болды. Ал, ата, Ну ладно, Рахмет. я пошел. аман свидания. болыңыз. Я поищу, найду, принесу. Спасибо. Пока. Доброй Аман ночи, болыңыз, аман. Семен Петрович. Ал. Здрасте. Здрасте. Пачка Унисона, Дентас и О, Bonnie 5. Уинстон ба? Уинстон Кастер ма, брат? Уинстон Кастер плюс па? Қалай? Так, темекі сұрап тұр, достар, бізде. Так, сосын Дентас дейді. Так, Дентас. Бар, Дентас. Типа, не ғой, Ментас па, қалай? Типа, короче, орбит ғой, в общем. Қайда мен түсіріп алдым ба? Міне тұр. Қоямыз. Кеттік ал. Уинстон қайда? Уинстон. Міне тұр. Унисон. Қоямыз. Келесі сосын не сұрап еді? Ну, не? Қандай сок анау? Түсінбедім, достар, анау. Қандай сок анау? Так. Мынау шығар да? Осы ол керек. Ал. Қоямыз, ал. Давай. Болды ма? Дұрыс па бәрі? На бауырым че-то опасын сияқты түрі. Бірақ шапкасы прикольный екен. По карте дейді. Опа. Давай. Народный, халық, Каспий не? 362. Все, ал. О! Спасибо. Базар жоқ, достар. Осылай алған жақсы ғой, оплатыны.
Осылай алған кайф қой. Көп уақыт алмайды, просто бүйте саласың, пың деп бере саласың, болды, Каспий несін. Ал достар, тағы не істеу көп мына ойында? Жоқ, ойын маған ұнап жатыр достар. Прям адамдардың түрлері ойбай тағы соғып жатыр. Неге осы жауып тастайды осылар? Салқын болып кетеді онда жауыппаса. Хлеба, молока и сигареты малобур. Опа, таксист бауырым. Ваш Ержан ребенок Гогул. родился. Очень смешно. Достар, не сұрады бізден? Так, нан сұрады. Сосын, так, тоқта. Андай бір нәрсе сұрады менен. Не анау достар? Молоко деді ма ол? Молоко деді ғой да? Молоко деді ғой да? Қателеспесем. Дұрыс естіп жатқан жоқпын достар қазір. Так, тоқта. Еще не сұрады? Темекі сұрады. Темекінің бір түрі. Мальборо достар, Мальборо. Бұл бауырымыз Мальборо шегеткен. Сосын тағы бізден сұрап отқан нәрсе, холодильникте шығар ол. Бәсе достар, сүт екен достар. Мен мына жақтан іздеп жатырмын ғой достар, холодильникте екен ғой бәсе. Ал Ержан бауырымыз, Ержан аға, что там? Достар, ЖБ таксист қой ну. Басындағы несі айтып тұр ғой достар. Так, 468 сайран деп тұр ғой достар деп. Уатсанда. Короче, ладно. Так, тоқта. Алдық ма? Болды ма? Яндекс таксида жасайтын бауырымыз ғой достар, ну. Яндекс таксида жасайтын брат қой ну. Так. Или білмеймін қайда жасайды тағы да. Жақсы. Келіп жатыр адамдар, келіп жатыр. Білмеймін достар, ойын мен түсінгенім бойынша қысқа сияқты. Қазір уже даже бітіп қалатынды шығар ойын. Өкінішті әрине. Бірақ давайте ойнап алайық енді. Так, ну сейчас уже вряд ли кто-то придет. Можно и поспать. Болды, ешкім келмей ма уже? Болды, ұйықтау керек па? Все, осыны ұйықтайтын шығармыз да. Рахат киосктың ішінде тұруға да болады да. Ұйықтауға болады, не істеуге болады. Кайф. Негізі мұнда киоскті ешқашан жұмыс жасап көрмеген. Біреулер жасады ма екен осы киоскті жазыңдаршы комментарияға. Бәлкім бар шығар біздің көрермендердің біреу. Осы киоскті жасағандар. Бірақ білмеймін, үлкендер шығар енді көбінесе. Бізді жастар қарайды в основном. Жақсы. Мәссаған. Ес соғып жатыр біреу. Тұру керек, жұмыс. Йо. Соғып жатыр. Ал. Давай. Жақын арадағы магазинтик осы сияқты ғой да? Че вы спите? 7 утра. Йо. Стики есть? Стиков нет. Нахуя ждала? Ё-моё. Андай стерва қыздар болды ғой. Так, народ, 7 утра. Поспать уже явно не выйдет. Че там хоть по телеку? Стики деймі? Стики қайдан табасың стиктіндайдан, айкыстарына? Осындерге немес, дейтін нормальный. Жақсы жерді, бұл кішкентай киоск қой, ондай жерде болмайды стик, или бола ма? Включить телевизор дейді, тоқта. Здравствуйте, в эфире «Утренняя линия», в студии с вами Дарья Синицына. Сейчас набирает популярность новая финансовая пирамида «Денежный бобер». Приложение уже охватило миллионы пользователей, и их количество продолжает расти. Одни называют его МММ 2.0, другие считают его структуру Отсылка до Стар Сергея Мавроди. с точки зрения быстрого заработка. Финансовые эксперты ИР настоятельно рекомендуют не участвовать в подобных проектах. Достар, сетевой маркетинг. Скорее является азартной игрой, нежели полноправной финансовой структурой. Министерство транспортной безопасности сообщает об аномальном росте транспортных происшествий. По заявлениям экспертов, все больше водителей посмотреть новости, ладно. Устройства, что неизбежно приводит к росту количества аварий. Телевизор тоже есть, да, максимально? Подобных инцидентов увеличилось на 28%, что почти вдвое превышает средние сезонные показатели. Сотрудники министерства призывают водителей оставаться внимательными и не пользоваться мобильными устройствами во время движения. «Сердце Союза» — документальный фильм, посвященный памяти Прасковьи Ивановны Строгановой. Главные картины советского кинематографа предрекали будущее любимое. Көрейік, достар, телевизор көреміз ал. Давайте кеттік. Как шестилетняя Проша покорила Москву, телевизор көреміз, достар, ютубта. лицом и сердцем целой эпохи. Смотрите фильм о главной актрисе Советского Союза сегодня вечером на главном канале. Ойбай. Соғып жатыр. Ашамыз. О! Доброе утро, уважаемый. О, Боря! Как дела? Все в порядке? Здравствуйте. Йо, достар, бомж. Ну так это... Как жизнь? Да нормально все. Вы брать что будете?
А, ну понятно. Тегін береді деп ойладым да, Водочки брат. мне можно? И хлебушка ржаного, недорогого. О, 300 рублей у меня бюджет. Достар. Так. 200 рубль заче береміз. И... Жоқ, бауырымыз. Біз тегін іше бере алмаймыз. Сол себепті. Так, достар, бұған арақ қой енді әрине. Басқа не болсын, достар. Душа, налый, севера дейма, сондай бірден ішетін. Достар, ауырынан ішетін сияқты, мен ойымша. Негізі мен ойымша. Так, қайда ол? Міне, душа севера дейтін. Так. И нан дейсің, да? Все. Так, мен түсіріп алдым, мен айып етпеңіз. Мен саған 2 жер түсіріп алдым, айып етпеңіз. Соқтан қойылмай отыр оны. Не қойылмай отыр, но Ржаново деді ғой, Ржаново дейді, оғай сонда. Ржаново дейтін қалай ол сонда? Типа басқа нанның түрі ма ол? Мұндай нан ғой. Бол түсіндім. Все, давайте, Боря. Аман болыңыз, ішпеңіз көп. О, Так. спасибо, товарищ. А что в новостях-то было? Да, ничего особого там. Авария опять, бобер этот. Ну и Прасковья умерла, слышали, Строганова? Фильм А. сняли. И небось там расскажут, какая она распрекрасливая, талантная, да? Ай, пакость это все. Паразитизм. Да они еще при живой нее некролог сняли. Да? Чтоб когда человек того, ну вот самыми первыми в эфир пустить. Ага. Ой. Фильм они про нее сняли. Негізі За да? день, да? Достар, Не. бір нәрсе айтамын сіздерге. Заранее. Уже. Только пить здесь, пожалуйста, не надо. Это ларек. Понятно. Тебе не интересно? Нет, мне интересно. Но только пить здесь нельзя. Ладно. Всего доброго. Всего доброго. Көңіл күйін түсіріп тастаған сияқтымыз ғой бұл ана кісінің. Короче, негізі достар, кішкене актерлар чуть переигрывать етіп отқан сияқты. Жоқ, не то что переигрывать. Шын өмірде чуть-чуть кішкене басқаша сөйлейтін еді деп ойлаймын мен. Сәл кішкене басқаша. Ну, актерлар екен көрініп тұр кішкене андай ойнағандары. Реалистичный жасағысы келсе, кішкене попроще сөйлейтін еді олар. Мындай слишком четко сөйлеп жатыр да, и түсінікті сөйлеп жатыр. Мен ойымша шын өмірде өйтіп сөйлемейді адамдар. Шын өмірде адамдар андай кішкене қалай андай бір түрлі сөйлейді шын өмірде адамдар, кішкене түсініксіз сөйлейді. Мында прям четко сөйлеп жатыр ше, андай по тексту. Ладно. О! Добрый вечер, мент вишневый. Ассаламу Добрый алейкум. вечер. Одну пачку. А неправильно. Надо отвечать «Доброе утро». У нас Болды, достар, қазір. имя и Коррупция. фамилию. Коррупция ватка, достар. Болды, штраф па? Зоренко Матвей Сергеевич. Зоренко? Сын Геннадия Михайловича, которого ларек был внук? Внук. Понятно. Хороший был мужик. Дай одну пачку. Мента же? Угу. Мента? Так, синяя или красная какая-то? Так, достар, участковый келіп тұр бізге. Мента дейді. Так, мент дейді. Мент дейтін, короче. Кәдімгідей вишневый дейді. Мәссаған темекінің түрі да. Береміз. Ну, қай темекі? Ну, не ма? Кент па? Кент. Кент қону, я. Тоже Кент па? Отчество. Сергей, Мәссаған. проживаешь по тому же адресу? Все, военкомат, 49. достар. А вам зачем? Понятно. Я Андрей Остапович Вилкин, ваш участковый. У тебя будет 5000 одной купюрой? Сейчас посмотрю. Угу. Бля, бизнесмен? Тоқта. Ну, есть одна. Давай. 5000 рубль. Давай дейді. Тоқта. Спасибо. Блядь, бүкіл тапқан ақшам кетті ғой бүгінгі. Даже одан аз таптым. Сигареты забыл. Стой. Ментаря, бля. Ладно. Ладно, прикол Ты ұстап вот отқан сияқты. крупные купюры чем проверяешь? Я прикол ұстап отыр. Да так же. На глаз? Не годится. Өзге надо детектор тексересің ба дейді, мына жерге Надо детектор почему қою монету керек дают? қой дейді. Ты вот пока Короче, запоминай, кто тебе такие пятерки дает. Ты айналада вообще не бар проверяй дейді. где-нибудь. Айналада не бар дейді достар, ана. Вот ты, конечно, доверчивый.
дай еще косичку. Зефирную, да? Да. Короче, достар, ана былай айтып тұр ғой, короче, жақын жерде ана фальшивый ақша жіберетін адамдар көбейіп кетті, сол себепті тексеру жүрші дейді бізге. В общем, так, ну ма, қайсы? Так, осы шығар да? Қайсы косичка осы шығар, осыны көріп қалдым бана. Так, береміз. Болды ма? В смысле доверчивый? Вы пошутили? Про фальшивую монетчика я не пошутил. Сколько? Мә, фальшивый монетчик. С сигаретами? Да. Бәсе, достар. Короче, жақын жерде не болып тұр ғой? Көше айналамызда Опа, құда оқыш, Андрей Вилкин деп тұр. Азар жоқ? Нельзя так, Матвей Сергеевич, безответственно относиться к деньгам. Мен жақсы ойнап тұр. Всего доброго. Керемет, прям. Будьте внимательны. Әйтеуір штраф салмағанына шүкір, достар. Штраф салмағанына шүкір. Не істейміз, достар? Мент келді, бомж келді. Бір қыз келді істейік деп. Бала келді, ата келді. Енді бір әжей келмесе, енді білмеймін енді. Или білмеймін, тағы қандай персонаждар бар. Қандай, білмеймін, негізі көп қой. Мужик келді әртүрлі. Ну, жалпы толық версиясы қалай болады екен, достар? Маған қызық болып тұр. Толық версиясында вообще қызық болатын бар да. Болды ма? Ешкім келмей ма енді? Болды, ешкім келмейді, шықсақ бола ма? Шалмаймыз. Отыратын шығармыз да онда. Күтетін шығармыз. Все, пора домой. Болды, үйге барады екенбіз, иә. Идти домой дейді. Опа. Все. Жұмыс бітті, достар. Қанша таптық сонда біз бүгін? Маған қызық болып тұрса, мен статистика керек маған. Негізі киосктан ондай көп таппайды сияқтысын, ойымша. Неше бір 10 шақтыдан қосатсақ. Продолжение следует. Бітті ма не? Уже ма не? Енді бастап отыр едік қой. Автор проекта Михаил Берестен дейді. Михаил. Очень отличная игра. Понравилось. Евгений Петухов. Базар жоқ, достар, ойын ұнады маған, реально. Кайф, жо реально. Вайбовый ойын екен. Толық нұсқасын күтетін боламыз, достар. Толық нұсқасы шыққан кезде, егер де сіздерге ұнаса, мен түсіруге қарсы емеспін толық нұсқасын. Келесі жыл шығады толық нұсқасы. Болды, осымен осындай ойын бол. Білмеймін, не айтам, достар. Адамдардың түрлері сол үшін ұнады маған. Яғни адамдардың түрлері супер андай реалистичный болғасын. Қызық болды. Атак бізде ойын негізі айта алмаймын ондай қатты креативный деп. Тупо магазинде тұрып тамақтар раздавать десін. Ондай ойындар и так-та көп, білесіздер ғой. Біздер бір шамасын ойнадық, ондай оған ұқсас ойындардың. Ешқандай ерекшелігі жоқ ойынның. Ерекшелігі сол банағы неде ғой сол. Адамдардың түрлерінде супер реалистичный түрлер. Вот сол маған ұнады. И адамдар өздерін кішкене шынайы ұстайды. Вот. Короче, вайп үшін ойнауға болады бұл ойын чисто. Онда осымен келесі видеоларды көрсеміз, достар, сіздермен бірге болған Нұрлан қалам. Видеоға лайк басамыз, артына жазыламыз, жазылмаған болсаңыздар. Давайте, достар, сау болыңыздар.